жаль, это был провал. Мы падали, вместе взлетали, твои глаза все ярче сияли, с каждым разом меня демоном. И попытаюсь менять весь мир так, как хочешь ты. Я ради тебя стану ангелом и заставлю себя жить по всем правилам. Я ради тебя стану демоном и попытаюсь менять весь мир так, как хочешь ты. Досымды сыйла қымбаттым. Досыңа сонда, досымен ғана қымбатпын. Дос болам десең, мендегі доспен достасқын. Сендегі доспен дос болып, сонда ғана тұрмақпын. Мәш, братан, осында қайдан шығарасың, е? Базар жығы. Менікі емес, Мұқағали Мақатаевтың өлеңі ғой. Сенде жүре берме, кітап оқысай. Бопты, братан. Танчик, родной, от души. Сен дегенде любой жерде ғой. Паразам, раз-на-раз, талпына-талпа қарамаймын ғой. Не за что аның? Арманында мықты екен, жағым ауырып қалды мына жерлер. Енді мықты болмағанда ше, боксер ғой. Не план дальше? План жоқ пока что. Типтік аэропортқа барып, Макси бургерге отырайық. Қымбат емес бол жүр. Уайымдамашы, брат. Батянка. Достардың барып, ауласында өлген мың артық. Сол үшін жігіттер достығымыз ажырамасын. Ай, красавчик, родной. Жеп отырмын, жігіттер. Ұлышам десең алысқа, ақын демес алыста, болғаннан соң ғашық, қолымнан ұсташы, қолымнан ұсташы. Арман, бұны кім істеді? Арыстан ба? Танымаймын. Біреуін ғана түрін көрдім, қалғандары маскада болды. Арыстан, түрлері көрінбесін деп солай істеген шығар. Білмеймін. Ал үйге қалай барасың? Анам көрсе шошып кетесің шығар. Бүгін үйге бармайын. Енді не істесің? От души көп-көп қонақ жайлығыңа. Оқасы жоқ, сен де маған кезінде көмектестің ғой. Жарайды, хабардамыз барам. Все, брат, мен қызыммен жолығым керек еді. Кім ол, Дженни ма? Негізі, менің саған бір сұрағым бар да. Сен кітаптан басқа нәрсені ойлай аласың ба? Басымда ауыртпашы, өтініш. Сен маған айтып тұрсың ба? Я саған айтып тұрмын. Сен вообще білесің ба менің кім екенімді? Рауза, не болып жатырмын? Не сөйлеп жатсыңдар? О, Очкариктің сыңары да келді ғой. Негізінде екеуің бір-біріне жарасасыңдар. Қызықты сөз бар ғой. Тең-теңмен тезек қабымен деген. Енді екеуің қосылсаңдар, екі қап тезек болатын едіңдер. Лизат, аузың бар екен деп сөйлей бермеші. Біз саған бірдеңе деп па? Вот именно ешнәрсе демедіңдер. Просто менің сендерге жаным ашыды да. Мектеп үй қалай жалғып кетпейсіңдер? Я бізге осы қызық, главное қалай кезбеміз. Біз бір-бірімізді осы қалпымызда жақсы көреміз. Ал сен болсаң арыстанның қасына шықпайсың. Та болсаң қанамат. Мен сені арыстанға айтып беремін, түсіндің ба? Білгеніңді істеші, сендер қолдарыңмен біреуді ұрып соғудан басқа керек. Көреміз. Братан, ана Арман тірі ме екен? Білмеймін, тір болса тір шығар. Бірақ жатқан шығар үйінде ауыз басы ісіп, көгеріп. Походу ол сабаққа келмейтін сияқты. Арыстан, Ау? анау Чекошер жаман өзінше болып кетіпті. Бізді қолынан тек қана біреуді ұру ғана келетін, басқа ешнәрсе келмейтін жүрген біреусіңдер деп айтып жатыр маған. Немене ол сөйлейтін болған ба не, а? Сен осылай аспанға қарап жүре берсең, даже мылқауды сөйлеп кетеді, білесің ба? Сол үшін төбесіне келтіріп қою керек болды. Ол да Лизат, сабақтан кейін ол сүмелекпен өзіміз сөйлесеміз. Ә? Иә. О, мен жерейін кетіп барады. Жан деймін-ау. Көрмей қалды ойдым. Бір минут, келем. Кабуч. Арман, Лида кетіп барадыран. Давай, жақсы. Сәттілік тілеп қой бопты. Лида, тоқтап тұрсай. Жан деймін, тоқташ. Или онда бара берші. Дженни, не болған саған? Ештеңе болған жоқ. Айтсайын шыныңды. Или кешетінде кетіп қалғаныма ренжіп жатсың ба? Иә. Жан енді түсінсей, ағаң шығып қалды. Егер де екеумізді көрсе, аямайтын білесің ғой? Сен кетіп қалған соң, аға мені үйге кіргізіп қатты ұрысты. Енді түнен мені ешқайда шығармайды. Жаным. Кешірші мен, сен маған күндізде керексің ғой? Шынымен ба? Иә? Жарайды. Үйге барам. Үйге барғаннан кейін бос. Тренировкаға кетіп қалам. Бәрібір түнде үйге барсаң, біліп қояды ғой. Иә, бүгін де жасырдың үйіне қонатын шығар. Міне, келді. Тілі ұзын бала. Чико, сен тілің ұзап кеткен ба? Или жылансың ба? Не істеп қойдым саған? Сен естемедің деп сөйлеп. Сен Элизатқа не әңгіме айтып жүрсің сен? Енді өзі құра ұзап айтесің.
Сонда сен Раузаны қорамақшы болдың ба? Ей, Тико, ондай геройлығыңды бір жеріңе тығып қой, түсіндің ба? Арыстан, сен мені дұрыс түсінбедің. Барлығын дұрыс түсініп тұр. Бағана қыздың қасында қораз болып жатырған едің ғой, көрсетсе енді соны. Элиза, сен өзің ғой бастаған. Сен сонда қызбен айтыспысың ба? Рома, сделай. Жатыр жерден мал бұл. Сол үшін бір жерін қысым керек та. Менімен араласпай жүрсің? Жай араласқым келмей қалды. Не үшін? Себебі жоқ. Менше. Сені вообще көріп келмейді, кешші. Жан, не болды саған? Кешірші енді. Мен кеше тым артық кетіп қалған сияқтымын. Саған ашу үстінде байқамай қол көтеріп қойдым. Бұл қатенді кешірің үшін не істеуім керек? Менен 10 метр алыс жүр, сол кезде кешірем. Бір өзің келе жатсың. Дәстүр қайда? Келмеймін. Келсең өзгерсің дейді. Қойш, тура солай айтты ма? Дәл солай айтты. Айттым ғой, басымызға шығып алған уже бұлар. Так, онда былай жасаймыз. Сабақ біткен соң Жасурға өзіміз барамыз. Братан, өзіміз барсақ базар болмаймыз, а? Рома, адам бір рет еңкейе салса, ештеңе етпейді. Қайта оны кішіпейілдік деп айтады. Түсінді ма? Тыныш қой? Арман, кешірші мен, барлығы мен кесірімнен болды. Түсінбедім. Нақты түсіндіре қойшы. Арыстан мені ұрып қорқытқаннан кейін сенің қай жерде тұратыныңды, қай жерде тренировка істейтінін бәрін мен айтып бердім. Демек, солар ғой маған жауап кеткен. Иә, кешірші мен. Жоқ. Жасур, бағана сені шақырған едім, өзгесін деп айтыпсың. Келді мін? Оны айта берсе онда. Жүрсе шетке шығып сөйлесеміз. Жоқ, осы жерде айта берсе. Жүр деген соң жүре берсе. Рома, таяқ жедің ба? Қысып тұр. Өзім сөйлесем. Так, Жасур, жүрсе басқа жаққа сөйлесеміз. Мына жерде бір түрлі ғой, тем более қыздың қасында. Мен онда Лида күте тұр, иә? Мен қазір келем. Лида. Жасур, қазір келмейді. Сонымен, не істейтін бол? Жасур, сен Романы ұрып тастапсың ғой? Уже сондай жағдай жетіп қалдың ба? Әлде дұқшынап алдың ба? Лида екеуміз паркте жүрген кезде Романың өзі келіп бізге тиісті. Солай жасаса ұру керек па не? Сен түсінсе, Арыстан. Лида екеуміз паркте жүріп, Рома өзімен өзі кеп бізге тиісіп жатыр. Сен өзіңде мен орнына қойып көрші, Арыстан. Саған біреу паркте қызбен жүрген кезде біреу саған кеп тиіссе, не істейтін ең? Мен сенің орнында болмайтын едім. Арыстан! Ештемесің. Арыстанды тастап сразу арманмен жүріп кеттің ғой өзіңде. Біріншіден, мен арманмен жүріп жатқан жоқпын. Біз жай ғана доспыз. Екіншіден, мен емес Арыстанды тастап кеткен. Ол өзі менен айырып қалды. Сен просто Арыстанды бағаламадың, ал мен оны